Сәлем достар, ұбт-да келетін үшбұрышқа іште және сырттай сызылған шеңбер тақырыбы бойынша біз қандай формулаларды білуіміз керек? Сонымен бірге талқылайық. Егер үшбұрышқа шеңбер іште сызылатын болса, біріншіден оның центрі биссектрисалардың қиылысу нүктесінде пайда болады екен. Биссектрисалардың қиылысу нүктесі. Келесі, оның формуласы S тең болады пи көбейтілген R. Мұндағы R-іміз сонда S аудан бөлінген пи. Пи дегеніміз үшбұрыштың қабырғаларының қосындысының жартысы, яғни жарты периметр. Егер үшбұрышқа сырттай шеңбер сызылатын болса, оның центрі қайда түседі? Оның центрі қабырғаларының ортасына түсірілген перпендикулярдың қиылысу нүктесінде. О нүктесі. Онда білуіміз керек формула бізде R тең болады үшбұрыштың үш қабырғасының көбейтіндісі бөлінген 4 еселенген S. Онда S дегеніміз аудан, ал B қабырғалары. Және екінші формуласы бар. Егер бізге үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғалары белгілі болса, мына қабырғаға альфа бұрышы қарсы жатыр. Онда біз не істейміз? А қабырғасын осы бұрыштың синус альфасына бөлеміз. Ол тең болады Б қабырғасын синус беттаға, ол тең болады С қабырғасын синус гаммаға бөлгенге. Осылардың барлығын біз 2R-ге теңестіре аламыз. R деп отырғанымыз осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Келесі, егер бізде үшбұрышымыз тік бұрышты болса, оған іште сызылған шеңбердің формуласы қандай? R тең болады барлық жағдайда А қосылған Б азайтылған С бөлінген 2. Онда А, Б деп отырғанымыз үшбұрыштың катеттері, С дегеніміз гипотенузасы. Келесі, егер осы үшбұрышқа тік бұрышты шеңберіміз сырттай сызылса, оның радиусы қайда болады? Немесе центрі. Оның центрі бізде гипотенузаның жартысына түседі. Ал мұнда гипотенуза деп отырғанымыз С. Ол бізде мына үлкен шеңбердің диаметріне тең. Ал диаметр дегеніміз 2R-ге тең. Келесі, бұл жерде білуіміз керек нәрсе, осы тік бұрышының медианасы қабырғаны 2-ге бөледі ғой. Ал 2-ге бөлгенсіз ол радиус болып тұр. Сонда медианамыз бізде радиусқа тең деген сөз екен. Ендігі қалған формуламыз ол бізде тең қабырғалы үшбұрыштың іште және сырттай сызылған шеңберінің радиустары. Олардың центрі бір нүктеге түседі. Кіші радиусымыз бізде тең болады. Бізде қабырғалар тең ғой барлығында А. Тең болады А түбірасты 3 бөлінген 3-ке. Ал үлкен сырттай сызылған шеңбердің радиусы тең болады А түбірасты 3 бөлінген 6-ға. Осы формулалар бізде үшбұрышқа іште және сырттай сызылған шеңбер кезінде қолданатын нақты формулаларымыз. Видео пайдалы болса лайк басып, достарыңа жіберіп қой.